Баршаңызға сәлем достар, сіздер мен Мақпал. Бүгін сіздерге алғаш дайындағаннан өте керемет дәмді шығатын фисташка рулеттің рецептін ұсынғым келіп отыр. Фисташка рулетті дайындау үшін бізге қажетті ингредиенттер: бұл фисташка мука, 5 жұмыртқаның ақ уызы, 230 грамм қант және шымшым тұз. Қамырын жасауға осы 4 ингредиент қажет. Біз ең алдымен меренге жасаймыз. Ол үшін құрғақ ыдысымызға ақ уызымызды, яғни белогымызды құйып, миксермен жақсылап араластырамыз. Шымшым тұз салып, одан әрі араластырып, аз-аздап қантымызды сала отырып миксерлейміз. Біздің меренгамыз өз формасын жақсы ұстауы қажет. Қантымызды аз-аздап сала отырып, аппақ болып көпіргенше миксермен жақсылап араластырамыз. Мінеке қараңыздар, біздің ақ уызымыз дайын болды. Өз формасын жақсы ұстайды, аударғанда төгілмейді. Енді осы ақ уызымызға фисташка мукамызды салып араластырамыз. Миксер қолданбаймыз, силиконды лопаткамен немесе қасықпен біркелкі масса болғанша жоғарыдан төменге көтере отырып жақсылап араластырамыз. Ыдысымызға пергамент қағазымызды төсеп, дайын массамызды біркелкі қылып жайып шығамыз. Барлық жерін біркелкі қылып тегістейміз. «160 градуста қызып тұрған пешімізге 20-25 минутқа салып пісіріп аламыз. Біздің қамырымыз піскенше жағатын кремімізді дайындаймыз. Бізге ол үшін 150 грамм творожный сыр, 100 грамм маскарпоне және 80 грамм қант ұнтағымызды салып, жақсылап араластырамыз. Одан кейін 250 мг сливкемізді, яғни кілегейімізді құйып араластырамыз. Біздің рулетке жағатын біркелкі қою креміміз дайын болды. Дайын болған рулетімізді толығымен суытамыз. Одан кейін пергамент бумагасын үстіне төсеп, ақырындап аударамыз. Ыстық күйінде немесе жылы күйінде аударуға болмайды, сынып кетеді. Пергамент қағазын алып, дайын болған кремімізді жақсылап жағып шығамыз. Кремді жағып болған соң, өз қалауларыңыз бойынша жеміс, жидектер салсаңыздар болады. Менде қатырылған малина. Рулетті ұзын жағынан қатты тығыз қылмай ораймыз. Біздің рулетіміз дайын болды. Дайын болған рулетті өз қалауларыңыз бойынша әсемдесеңіздер болады. Мен үстіне крем жағып, жидектермен әсемдеймін. Және әдемі көрік беру үшін жалбыз жапырақтарын, яғни мятаны қолдансаңыздар болады. Мінеке біздің рулетіміз дайын болды. Сіздерге дәмі ұнайды деген үміттемін. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте дәмді шығады. Видеоны соңына дейін қараған болсаңыз, міндетті түрде менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыз. Сіздермен болған Мақпал.